10 мың теңгені қайда инвестициялауға болады? Сәлем достар, Жуса Инвест сізді 1 миллион теңге ұтысына қатысуға шақырады. 3 шілде және 27 тамыз аралығында әр апта сайын біз жарты миллион теңгені ұтысқа саламыз. Ал ең бастысы, ұтыс соңында бір бақытты қатысушы 1 миллион теңге көлемінде супер жүлде ұтып алу мүмкіндігіне ие. Ұтысқа қатысу шарттары өте оңай. Жуса Инвестте брокерлік шот аш және 5000 теңгеден жоғары сомаға бағалы қағаз сатып ал. Сатып алулар көп болған сайын жеңіске жету мүмкіндігі де артады. Назар аударыңыз, егер қатысушы 6 апталық ұтыстың бір аптасында 500 мың теңге ұтып алса, онда ол келесі аптадағы 500 мың теңге ұтысына қатыспайды. Бірақ барлық қатысушылар, тіпті бұрын жеңіске жеткендер де супер жүлде ұтысына қатыса алады. Жеңімпаздарды әр дүйсенбі Инстаграмдағы Жусан Инвест KZ парақшасында тікелей эфирде кездейсоқ сандар көмегімен анықтаймыз. Ұтыс туралы толығырақ осы видеоның астында сілтемеден біле аласыз. Лайк басып, каналға жазылыңыз және пікір жазыңыз. Ал біз бастаймыз. Қазмұнайгаз. Былтыр IPO-ға шыққан Қазмұнайгаз акциялары уақыт өте келе өсіп жатыр. IPO-ға 8400 теңге көлемінде шықса, бүгінгі күнде оның акциясы 10 мың теңгеден асты. Дәлірек айтсақ, 10900 теңгеге жетті. Ол Қазақстандағы ең ірі мұнай тасымалдаушы және өндіруші компания. Құрамында 2021 жылдағы деректерге сәйкес, компания тобында жалпы 40 мыңнан астам қызметкер жұмыс істейді. Ал 19 мамыр күні Қазмұнайгаз 2023 жылдың 1-тоқсандағы операциялық есебін жариялады. Есепте өндіру, өңдеу және тасымалдау көлемінің артқанын көрсетілген. Осылайша Қазмұнайгазға қатысты барша еншілес немесе бірлескен және тәуелді компаниялар мұнай мен газ конденсатын өндіруді 8,4%-ға арттырып, оның көлемі 6 миллион тоннаға дейін жетті. Халықаралық нарықта 10 мың теңгеге қандай акциялар сатып алуға болады? Олардың қатарында қытайлық NIO компаниясы бар. Қытай, Гонконг, ақш, Ұлыбританияда және Германияда электромобильдер шығарып сататын кәсіпорын. NIO Limited Mobile Eye компаниясымен стратегиялық ынтымақтастық орнатқан. Автоматтандырылған және автономды көліктерді әзірлеу, сондай-ақ 6 немесе 7 орындық жоғары өнімді жол талғамайтын ES8 көліктерін шығару үшін әртүрлі өндірушілермен ынтымақтастық туралы келісімдер жасаған. Акция бағасы $10,58 шамасында. Бірақ халықаралық акцияларға арналған комиссиялар туралы да ұмытпаңыз. Комиссиялар туралы толығырақ jusaninvest.kz сайтынан оқи аласыз. Алға пай қоры. Егер сіз қор нарығына енді келген бастауыш инвестор болсаңыз және бағалы қағаздарға кәсіби маманның көмегінсіз инвестиция жасауға қорықсаңыз, сізге пай қорларын қарастыруға ұсынамыз. Жуса Инвест басқаруындағы алға пай қорына назар аударып көріңіз. Оның құрамында технологиялық компаниялар, денсаулық саласы, қаржы және басқа да сектор өкілдері бар. Яғни нарық құбылғанда портфельді барынша қорғауға көмектесуі мүмкін. Алға жылына 4 рет дивиденд төлейді. Дивидендтер ақш долларында төленеді. Ал сіз бұл пай қорына инвестицияны $1 бастай аласыз. Мұндай өте жақсы табыс табуға болады, бірақ қаржылай шығынға ұшырау қауіп барын да ескертеміз. Жақсы пайда, қауіп-қатер мен уақытылы сатып алу және сату арасын тең ұстап, ірі корпорациялар мен танымал брендтерге инвестициялау стратегиясы таңдалған. Қор инвестициялайтын компаниялар қатарында Apple, Tesla, Amazon, PayPal секілді ірі кәсіпорындар акциялар бар. Достар, осымен бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Өзіңізге қолайлы акцияны таңдап, Жуса Инвест арқылы инвестициялаңыз. Біздің ұтысқа қатысып, миллионер атаныңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.